Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен жасалу жолы өте оңай дайындалатын шоколадты печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып араластырып аламыз. Кезекпен сүтті, сұйық майды, қопсытқышты, какаоны сала отырып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Илегіштен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Иленген қамырымызды тоңазытқышқа 15 минутқа қоя тұрамыз. Он 15 минут өткен соң қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, бөлшектерге бөліп, домалақ формаға келтіріп, печенье жасаймыз. Енді осы домалағымызды қант ұнтағына аунатамыз. Противенге салып, алдын ала қызып тұрған 190 градус пеште 20 минут пісіреміз. Міне, печеньеміз дайын болды. Дайындап көріңіздер. Видео рецепттерім пайдалы болса, арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар.